Бүгін 5 июль 2024 жыл. Қарасай ауданы. Менің апама міне менттер кеп тұр. Номер 0529. Қайырлы бермен қара маған қар. Қайырлы күн қазақ елі. Маған кешеден бері мына полициялар келіп, менің ауылдық округінің полициялар келіп, маған күн бермей жатыр. Маған кеше прокуроры ауданның, әкімі, ішкі саясаты, сосын кейін ауыл участковыйлар. Робының бастығының орынбасары бәрі маған кеше қысым жасап, Робыдыда. Неше сағат ұстады сізді? Думаның дейді, сотына қатыстым деп дейді, түсінік жазыңыз дейді. Мен қатыстым, кірген жоқпын сотқа, сыртта тұрдық, плакат ұстаған жоқпын, тәртіп бұзған жоқпын. Менің құқым қазақ елінің толыққанды азаматымын. Маған күн бере ме, күн бермей ме бұлар? Міне, сондай жағдайда отырмын. Қазір тағы кеп отыр бүгін міне. Міне, осындай сотрудниктер кеп тұр. Иә. Сіздер өздеріңіз құжат түрінде бір таныстырып жіберіңіздерші, ат жөндеріңіз. Құжаттарыңызды түсірмейін. Мен болсам участковый инспекторым. Жоқ, немеңіз көрсетіңіз құжатыңызды. Бермен қара. Бүгін менің үстімнен онлайн сот жүргізіп жатыр екен, Қонаевта. Не үшін сот жүреді? Мен қатысыңыз дейді бұлар маған. Мен қатыспаймын. Маған керегі де жоқ ол. Майор полиция Қасен Хасет Рыспаевич. Сіздікі? Майор полиция Бақытбекұлы Берік, участковый полиция. Апа, енді повестка берсін ба, не істесін деп айтайық? Капитан полиция Касанов Беграм Гусейнович, участковый полиция. Айтайын міне. Міне шетіске келген адамын. Мен көрмегенді көрім керек ғой енді. Міне бала шаған көзінше бұл кісілер мына жақта қысым көрсетіп жатыр үлкен кісіге. Мен Талғар ауданының белсендісі Шабданова Гүлнұр боламын. Міне видеоға түсіргеннен кейін міне кетіп жатыр. Әйтпесе бұл кісілер қайта сотқа қатысыңыз деп жатыр. Ешқандай құжаттары жоқ, ешқандай шақыртулары жоқ. Міне көріңіздер, қазақ елі болашақта бұл кісілер қазақ елінің қанішерлері, осы кісілер қантарда қаншама халықты қырғанға себепкері болған.